Сәлем қыздар. Бүгінгі видеода менің өзімнің бір хоббиім сусындар жасаумен туториалмен бөлісетін боламын. Ол трендтағы, пинтересттағы модный напитоктар. Ол бізде матча, жасыл көк шай және де bubble tea. Бұны жасау өте оңай, және мен осы видеоның описаниясында қазір Қытайда тұрамын, Пиндододан қай жерлерден алғаным туралы сілтемелерді қалдыратын боламын. Барлық ингредиенттер, тіпті стакан мен трубочкаларға дейін сатып ала аласыздар, және үйде де осылай өздеріңіз дайындай аласыздар. Ал дайынсыздар ма? Кеттік! Сусындарды дайындау үшін біз бірінші кухняға ауысуымыз керек. Welcome to my kitchen. Давайте бірінші матча сусынын жасайтын болайық. Матча сусынын жасау үшін біріншіден бізге ыстық су керек. Яғни оны біз 85 градус температурада қайнатуымыз керек. Яғни ол қатты қайнап тұрмау керек. Қатты қайнатсаңыз да кішкене уақыт беріп, оның суығанын күтуіңіз керек. Себебі қайнап тұрған су матчаның порошоктың дәмін бұзып жібереді, горький ащы қылып жібереді. Айс матчаны дайындау үшін керек ингредиенттер мынадай. Сүт. Сіздің қалауыңызша қандай сүт қолданғыңыз келеді? Бірақ мен сізге кеңес беремін, кокос сүтін пайдалануға. Матчаның дәмі өте ерекше болады, жай сүтке қарағанда. Және де мынадай матчаның порошогы. Жақсы матчаның порошогын алу тырысыңыз, сапалы болғаны, сонда матчаның да дәмі күшті болады. Матчамызды дайындау үшін біз былай сиканы осылай қоямыз. Мисканың үстіне, және мен бұл порошоктан 1-2 қасықтай матча порошогын қосамын. Абайлап осылай саламыз. Келесі қадам өте маңызды. Мына ситаны палочкамен жай-жайдан осылай тамбалай кетеміз. Сонда біздің порошогымыз ұсақ болып шығуы керек. Біз ситаны былай сілкімейміз, былай да сілкімейміз, жоқ. Тек осылай ғана тамбалай деп отырамыз. Содан бізде порошок осылай төменге түсіп отырады. Өлшейтін кружкаға шамамен 100 мл-дай қайнаған су емес, 85 градустағы суды құятын боламыз. Оны мискаға құямыз. Бұл жерде біздің кисточкамыз келеді. Кисточканы қолданған кезде М деген, М деген әріппен осындай бағытпен қолданатын боласыз, араластыратын боласыз. Мысалы, былай М, М. Сөйтіп жай-жайдан жылдамдықты қоса бересіз. Матча порошогы толығымен ерітілгенін байқауға болады, егер осы төбесінде осындай көбік пайда болса. Менде мынадай капучинатор бар. 3 скоростьпен соны қосып араластырамыз. Да, ванильный сироп қосамын. Мұзымызды саламыз. Тағы да сүт қосып жіберейін. Міне осындай әдемі матча сусыны дайын болды. Енді жанына біз bubble tea жасайтын боламыз. Ал bubble tea дайындау үшін бізге кез келген листовой чай, қара шай немесе пакетикте болса болады, көк шай болсын, өзіңіз қалағаныңызша, қандай шай ұнайды сондай шай, және тапиока шариктары мында 100 граммдай сізге керек болады, және де қалағаныңызша қара қанттың сиропын алсаңыз болады арнайы, немесе тростниковый сахар, қоңыр сахары мен суды араластыру арқылы сироп жасай аласыз. Әрине, жай кәдімгі сиыр сүті, және ең бастысы сізге сол тапиока шариктарын іше алатындай үлкендеу трубочка керек болады. Тапиока шариктарын дұрыс пісіру үшін 10-1 деген өлшемін пісіруіміз керек.
яғни тапиока шарықтары менде 100 грамм болса, онда қосатын суым 10 есе көп, яғни 1 литр болуы керек. Қара листовой чай. Осы шайдан қатты ащы болмас үшін 1-2 қасықтай шай саламын. Яғни мен мұнда 2 термо ыдыстарды қолданып жатырмын. Сіз кастрюльге немесе одан үлкенірек термос болса, соған құйып қойсаңыз болады. Шамамен 2,5 қасықтай қара шай қолданамын. Одан кейін мұнда қайнап тұрған су емес, где-то 85 градустағы суды құйып бұқтырып қоямын. Неге қайнап тұрған су болмау керек? Себебі қайнаған суды қара шайға құйған кезде оның дәмі ащы болып кетеді екен. А бізге ащы дәм керек емес. Бірінші біз мына тапиоки перлстарымыз бар. Соларды салатын боламыз. Оны салған кезде біз стаканның қабырғасына осылай өткіземіз. Әдемі, соңында әдемі эффект беріп тұру үшін. Негізі азырақ салады, ал мен тапиоки жақсы көремін. Келесі кезекте сүт қосамыз. Көз мөлшерімен шамамен қосасыз. Осындай әдемі болып шығады және шайға орын қалдырамыз. Так, енді дегустация жасап көрейік. Бірінші матча шайымыздан бастайық. Араластырамыз. Түсі сондай әдемі. Delicious. Сондай дәмі күшті. Сіздер кофейняларға барған кезде матчаның дәмі көбінесе ащы горький болуы мүмкін, сондықтан сіздерге ұнамаған болуы мүмкін. Сондықтан мен сіздерге беретін кеңесім, мен сияқты жаңағыдай сироп қоссаңыз болады. Мен мысалы ванильный сиропты қосқанды ұнатамын, және қарапайым сүт емес, кокос сүтін қойылған кезде комбинация просто күшті. Және ыстық матчаны ішкеннен гөрі салқындау осындай матча ішетін болсаңыз, жүрегіңізге қатты тимейді, қатты ондай майлы ащы болмайды. Окей, 10 out of 10. Yes. Келесі напиток. Сусынымыз, ол бізде bubble tea. Осылай араластырғанды жақсы көремін. Давайте дәмін көрейік. Тапиоки шариктары күшті піскен. Резина сияқты емес дәмі. Өте дәмді. Бірақ но мен дайындаған напитокта сүті көбірек. Сіз оны осылай да істесеңіз болады, немесе шайды қосқан кезде көбірек шайды қосып, түсін шығару үшін және кішкене шайдың дәмін шығару үшін шайды көбірек қоссаңыз болады. А мен бұл видеода азырақ қостым, себебі маған қатты горький болған, ондай қатты ұнамайды. Сондықтан мен сүтін көбірек қостым. So good. Осындай сусындарды үйде өзіңіз дайындап, өзіңізді немесе отбасыңыз, жақындарыңызды қуантсаңыз болады. Және осындай сусындарды
дайындап оны фотоға түсіріп сторисқа салып Pinterest қыз болып жүрсеңіздер болады. Бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деп ойлаймын, және менің каналымда өз өзімді дамыту, өсу, мышлениеңді өзгерту деген сияқты сондай күшті темаларды көтеретін боламын. Басқа видеоларымды қарасаңыздар болады. Жазылып қойыңыздар, мені жоғалта алмаңыздар. Келесі видеода кездесеміз деп үміттенемін. Приятного чаепития. Келесі видеода кездескенше. Бай-бай.